баланың қасиеті деп айтылатын аталат баланың қасиеті деген тренинг да. Енді өздеріңіз де байқап отқан шығарсыздар, тренингтің тақырыбының өзі баланың қасиеті. Бірінші кезекпен істейік. Ойынның шарты мынау стақандарды құлатпай жинау арқылы өзіңіздің бойыңыздағы сіз жақсы қасиетін балаңыздың атап өтесіз. Өзіңіздің бойыңыздан балаға да арқан жақсы қасиет. Ал сіз керісінше өзіңіздің бойыңыздағы енді жаман деп ешкімді айтқым келмейді, бірақ жағымсыз қасиеттер болады ғой адамның бойында. Сол қасиеттерді айтып отырып жинайсыз. Даусыңызды шығарып, нық. Біреу жақсы қасиет, біреу жаман қасиет. Яғни бала қасиетті қайдан алады? Ата-анадан алады. Көреді, қалыптастырып келе жатырсыз ғой. Кішкентайынан бастап ол неге жаңағы қабілетті, қай қасиеті жақсы, қай қасиеті жаман деген сияқты. Кезекпен айтып, кезекпен сөйлесіңіз. Ат несін? Алып сайын ба? алып жинайсыз ба? Алып жинайсыз. Мен қызыма жақсы қасиетім тәртіпті бол деймін, ақылды бол деймін, мінезі маған ұқсаған мейірімді, ақ көңіл, ергезек, еңбексүйер, бар адамның көңілін қалдырмайды, қабілетті, сосын көргенде тез ұғып алады, тазалығы, сүйкімді, шашының ұзындығы, қалыңдығы маған ұқсаған. Тамаша. Ал енді сіз қызыңыз не балаңыз? Балаңыздың жаманы демеймін, адамның жаманы жоқ. Ашуланшақпын. Тек қасиеттері болады. Жаман қасиеттен аулақ болсын десем, аулақ болады. Ашуланшақ болмаса, жалқау, ашуланшақ. Ондай жоқ қой. Мен айта берсем, сондай болмау керек деп. Жалқау болмасын. Сондай болсын. Айта беріңіз. Тәрбиелі болсын. Қамқоршыл болсын. Сыйлы болсын. Мықты азамат болсын. Ел сүйетін азамат болсын. Еңбекқор болсын. Қабілетті болсын. Дені сау болсын. Қойдыңызшы енді. Сізге ұнамайтын балаңыздың қандай қасиетін білесіз? Қандай? Сіз ол балаңыздың қасиетін ұнатпайсыз, сол қасиетті айтыңызшы. Маған өтірік сөйлегендер ұнамайды. Сондай. Өтірік сөйлегендер ұнамайды. Сондай нәрсені айтыңыз. Өтірік сөйлемеу керек. Жалқау болмау керек. Жалқау болмау керек. Таза болу керек. Үлкеннің алдын кесіп өтеу керек. Жақсы. Бұл жердегі шығатын негізгі түйінді ойымды айтып өтсем, яғни мақсатым негізгі тренинг жүргізген мақсатым баласын қаншалықты тани алды ата-ана. 11 жыл оқытып жатырсыздар. Көбінесе бізде қазақта үлкен бала немесе ер жетіп кетті болды дейміз да, кішкентайларға ғана мән беріп, жақсы көріп, сүйіп, мән бере бастаймыз да. Ал қалай 7-8 келгенде сабағына да мән бермейміз. Уже переход қалай басталады? Ата-ананың баласымен тіл табыса алмаушылығы да сол уақыттан басталады дағыны, ары қарата қоя берші, өз аман болса болды деген көп ата-анадан естейді да. Аман болса болды, жүр ғой әйтеуір дейді да. Ал бірақ мен осы тренинг арқылы сіз балаңызды қаншалықты тани алдыңыз, өзіңіздің бойыңыздан бала қаншалықты жақсы қасиетіңізді алып жатыр, және қаншалықты жағымсыз қасиетті де алып жатыр. Соны тани аласыз ба деген мақсатпен жүргізген болатын. Негізі